Ассалаумағалейкум қазақ елі. Жаңа қораны түсірші деп бір кісілер жазып екен. Жаңа драбілкі, көне драбілкінің тістері тозды. Көне тістері мұжылып қалған. Мынандай болып қалған. Мен оған өзім жаңа тіс жасадым. Жаңа тісті меделерден кесіп жасадым. Осындай кесіп алдым. Мына жағын тестім, тесігін үлкейттім. Мына жағы чүт ұзын екен, мынадан кестім. Тура осындай резимерде салдым. Одан кейінгі жаңалық, басқа жаңалық жоқ негізі. Енді мен мақтанатын жерім гене бар, толқы. Міне, түнде минус 9-ға дейін барды. Мына салапан. Таң атаса бұқалар сабанын жеп отыр. Тоңған, жаураған болса, міне күннен энергиясын алады. Және сыртта пилос 9 болса ішке, минус 9 болса ішке қалайда пилос қып әкеледі. Бұқалар рақаттанып, құрыс-түс жазылады. Су қатып үлгірмеген, бетіне қаймақ кене түскен. Егер күн қатты суып жатса, біз бұны термос қып, сыртына да салапан тартып тастаймыз, қос қабат болады. Сонда тіпті жақсы. Мына тесіктер бекітілген жоқ. Бұның бәрі қыстың ауа райына қарап бекітіледі. Қатты болып, мына астындағы дәреттер қатып жатса, тоңып жатса амалдаймыз. Аналарды бекіте салу түк емес. И салапан шегелей саламыз. Болмаса сабан, пабан, мұсыр бірдеңе тыға саламыз. Осылай. Бізде жаңалық. Басқа не жаңалық керек? Бұқалар бұрынғы режим ешқашан өзгермейді. Менің жаңалығым, мына жаңа драбілка келдім. Көне драбілкінің тісін ауыстырдым. Құдығым бұрынғыдай. Судан жерге апарып қойдым. Сіздерге енді не керек? Бұқа ешқашан сойылымға шыққан жоқ. Сойылымға шыққан кезде салмақтарын видео жасап арнайы шығаратын болам. Сіздермен болған Таңжарық Шотайұлы. Арнаға әлі күнге жазылмаған болсаңыз жазылып, тіркелмеген болсаңыз тіркеліп қойыңыз. Ұнап жатса бармақ басып қойыңыздар. Оң теріс пікірлеріңіз болса жазып қойыңыздар. Және де әлеуметтік желілерге қазақ тілді арнамызды қолдап, барынша таратып қойсаңыздар, құба-құп болатын еді. Аман сау болыңыздар. Басқалай сұрақтарыңыз болса, телефон WhatsApp 8 707 680 60 Я, витамин туралы сұраған бір кісі есіме түсті. Мен Максивит деген витамин егемін. Әр бұқаға 10 миллиграмнан 10-15 күн сайын ойыма түскенде салам. Мына Максивит деген. Әр бұқа басына. Бұл мына бұқалар адамның жанына барған кезде киімдерінде жей бастайды. Сол кездерде мына қосымша мел деген бар. Мынаны берем. Мынаны берем. Бір қасықтан 1-2 күн берем. Сонымен болды. Және мынаны салам. Бұл витамин азайғанда гене пайдаланам. Аталып аты сала бермеймін. Мына сода бар. Сода бұрынғы видеоларда көрсеткен. Бұл не үшін дегенде жаңадан кірген бұқалар. Менің режим толқы төгу ғой. Организмі нашар бұқалардың шігебеді. Шігепкен кезде мынаны жарты литр сұйық майға 2 ас қасық қарластырып құйып жерсеңіз риски қояды. Негізі алғаш бұқаны тәрбиелегенде Таңжарық режимде қатты ауырмаса дәрі өкіл қолданбағандар. Себебі соған сүйені болады. Кітті көп жесе болды, іші бұлтиып шыға келеді. Негізінде көп бұзау кезінде ақау алмаған, сүтке жақсы тойған, ыстыққа ұрынбаған, пакет, памперс жемеген бұқа креслоғанда көп салғанға 2 күнге не бір күн аямай жетті, 2 күнге не жайсызданып жатады, не шегеппейді, не шақпайды, арға жүріп кетеді. Егер пакет жеген болса, не шегебейді, не ішінен қан кетеді. Ол опшым, ол бұзау кезіндегі тағаны нашар бұзау. Ол бұзау кейін таман саған, ол бұқа саған кейін орташа салмақ береді. Одан өте жоғары үміт күтпеу керек та. Ал енді 2-ақ күн ауырып, ештеңе болмаған, жайсызданған бұқа, одан үмітіңді күте бер. Барынша жем бер, барынша ұзақ ұста. Өйткені ол саған Алланың берген сыйы. Ең жақсы бұқа деп есептеу керек. Бұқаны мен солай шартқа бөлем, кресап чөп жемді аямайым, чөп емес жемді. Содан солай біліп алам. Мына бұқа
шамалы болады екен, 4-5 ай болған кезде шығарып жіберемін. Жаңағы ауырмаған жақсы бұқаны 6-7 айға дейін ұстап қала беремін да. Өйткені ол жеген сайын қосып жатыр ғой.